Біз 12 сәуірге, яғни ғарышкерлер күніне орай, мектебімізде зымыран ұшырғанбыз. Ол ойды біз тобымызбен әлі наурызда ойлағанбыз. Наурыздың каникулдарында біз проекттерді ойладық, қалай бәрі болатын. Сонымен 12 сәуірге орай біз арнайы зымыран жасағанбыз. 2 зымыран негізі болу керек болған. Сәуле 2 және де Восток-У. Восток-У негізі басты зымыран болу керек болған, бірақ та бір апта қалғанда біз түсіндік, жоқ, біз ондай зымыран үлгере алмаймыз, біріншіден, екіншіден істей алмаймыз. Сондықтан Сәуле 2-ні бір апта бойы дайындадық. Ақыр соңында бір күн қалғанда ғана түсіндік, жоқ, Сәуле 2-де әрең шығатын зымыран болды, сол енді білмедік не істейтінімізді. Осы жерде біздің бір досымыз айттым, міне бізде тағы да сумен ұшатын зымыран бар ғой, мүмкін соны ұшырамыз. Соны естіп, біз 12 сәуірде таңда ерте жиналып, бәріміз бірге судан жасалған зымыранды құрастырдық та, оны тексердік. Қарадық, бәрі тамаша, сонымен шештік. 12 сәуірде бұл басты зымыран болады. Сәуле 2 ол қосымша. Егер де ұшса ұшады, ұшпаса ұшпайды. Клуб туралы келетін болсақ, ол қазанда басталған. Мен тек қана жаңа мектепке түскенде ойладым, осы жерде маған зымырандар және ұшақтарға арналған клуб жасау керек. Хабарландыру жасағам, міне егер де ұшақтармен, әлде зымырандармен қызығатын болсаңыз, онда кітапханаға келіңіз, мен сол жерде отырамын. Және де сол күні біз бәріміз бірге жиналып, таныстық, және де осы арқылы тобымызды құрадық. Біріншіден директорға бардық. Бізге міне осындай заттар керек, кабинет, мұғалім болса мұғалім. Және де осы кездерде мен Ерданамен таныстым. 11 сынып оқушысы, және де ол қазір біздің клубымызда вице-президент рөлін ұстап отыр. Зымыранды ұшырып, мектепке біздің осындай клуб бар екен дәлелдегіміз келген. Бұл зымыран негізінен 3 бөлігден тұрады. Басы, тоқтататын жер, және де өз денесінен. Денесі тағы да 2 бөлікке бөлінеді. Қозғалтқыш және де осы лента. Біріншіден, зымыран ұшқан кезде, қозғалтқыш оны ұшырғаннан кейін, мына жерде арнайы заряд болады. Заряд жарылған кезде, осы жерде біз атайтын юбка болады. Юбка ұшады, және де мына лентаның ұшырып жүрген кезде, басы да онымен бірге шығады. Басы шыққан кезде, зымыран яғни бұлай тұрады. Және де лента құлайтын кезде үстінде. Үстінде болған кезде ол жалау сияқты. Яғни құлап бара жатқан кезінде ол ауа арқылы өзін жалау сияқты тоқтатады. Және де зымыран парашюттың орнына лентаны қолданады. Егер де біз парашютты қолданатын болсақ, онда зымыран орманға ұшып кетуі мүмкін. Себебі ол жерде тым қатты жел. Лента ол зымыран тоқтата алады, және де тым алысқа кетпейді. Бірақ құлайтын кезде оның жылдамдығы аздап көбірек болады. Ұшақтармен мен бір жасымнан бойы қызығып келемін. Себебі бір кезде біз әжемізбен Ақтауға ұшқанбыз. Ақтауға ұшқанда мен біріншіден қорықтым, бірақ та қайтатын кезде әжем маған барлығын түсіндірді, яғни қолмен қалай ұшақ ұшады, қалай ұшақ қонадым. Соның бәрі көрсеткеннен кейін мен қызығушылығым ояндым. Сол кезде ғана мен өзіме мақсат қойдым ұшқыш болу туралы. Зымырандарға келетін болсақ, менің қызығушылығым тек қана 1 жыл бұрын ояндым. Ол кезде мен жазда Байқоңырға барғам. Мектеп шақырған, яғни кім барғысы келеді, барыңдар. Байқоңырға мен біріншіден ұшақтарды көрге барғам, себебі мен білгенмін, ол жерде кейбір ұшақтардың мұражайлары болады, және де олардың модельдері үлкен, масштабты модельдері болады. Мен Байқоңырға келгеннен кейін біз бір зымыранды көргенбіз. Сол жерде мен аздап қызықтым, себебі міне ұшақтармен қатты айырмашылық жоқ екен. Ал енді міне зымыранның ұшуын көргенде, және де оның мұражайында болған кезде мен таң қалдым. Ғарыш кемесінің ішіне кірдім, және де Союз зымыранның ішіне кірдім. Әсіресе ғарыш кемесінің іші қызық екен. Себебі тым көп тумблер, кнопка, соның бәрі өте көп екен. Мен ойымша ғарышкерлер ол жерде оңай шатасып кетеді.
зымырандар мен ұшақтардан кейін мен ядролық физикамен қызығамын. Яғни сол атомдық бомба, реактор, солардың бәрі мені қызықтырады шынымен де. Яғни физика мен математика саласы. Және де қазір 3D модельдерге аздап көштім. Мысалға, сол 12 сәуірге арналған зымыранды негізі басынан 3D модельді зымыран болу керек болған. Бірақ та оның массасы тым ауыр болғандықтан біз шештік жоқ. Енді 3D модельдерге қайтатын болсақ, мен ол жерде бірнешелер зымырандар мен ұшақтарды жасағанмын. Олардың бәрі қазір үйімде, және де кейде інілеріме беремін, олар ойнайды. Сабақтар біткеннен кейін әлде болды, уақытым бос болған кезде бірден ұшақтар туралы ақпараттар іздеймін, әлде оларды өзім ойлап табамын, құрастырамын, және де яғни бос уақытымның бәрі әдетте сол ұшақтар мен зымырандарға кетеді. Мына ұшақтың түрі ең жаңа ұшақтардың бірі Boeing 787 Dreamliner деп аталады. Және осы ұшақтардың ең бір айырмашылығы бұл жерде екі пилотпен ғана ұша алады. Екі ұшқыш қана. Ұшқыш жетеді. Яғни штурман және борт инженердің орнына екі ұшқыш және ұшақтағы компьютерлар бүкіл жұмыс атқарады. Сонымен қатар мына жерде барлық аккумулятор бар, литий-ионды болады. Ескі машиналарда олар қозғалтқыштан энергияны алып бүкіл ұшаққа көз қуатын береді. Ал мына жерде бізде барлығы литий-ионды аккумулятор бар. Яғни екі аккумулятор қозғалтқыштарында әрбірінде. Бір үлкен аккумулятор алдында, тура сондай артында, және де екеуі ВСУ жағында. Негізінен кәсіби жолмен мен біріншіден авиатренажерға барған. Ұшақты қалай басқаруға болады. Соны білгеннен кейін мені атамның бір танысы әуежайға шақырған. Сол жерде мен диспетчерлардың орындарын көргеннен кейін қарадым. Күшті екен. Мүмкін егер де ұшқышқа өкінішке орай бола алмасам, онда мүмкін диспетчер бола аламын. Мен қазір біріншіден математика, физика, химия, яғни нақты пәндерден өзімді дамытып жатырмын. Себебі мен білем, ұшқыш үшін ең керекті пәндер солар. Сонымен қатар ағылшын курстарына барып жүрмін, себебі ұшқыш енді барлық жерлерде сөйлей алу керек қой, ал ағылшын тілі ол басты тіл. Сонымен қатар мен кроссфитқа барып жүрмін, өзімнің денемді дайындап жатырмын. Аптасына шамамен 3 рет барамын, әкеммен бірге. Бір жарым сағатты бөлемін. Менің ойымша ең пайдалы зат, ол мен тренажерларға барып жүрмін. Яғни Алматыда арнайы авиатренажерлар бар. Мен сол жерлерге барып, ұшақты қалай айдау керек, қалай басқару керек, әрбір ситуация кезінде не істеу керек. Солардың бәрін мен қазір үйреніп жатырмын. Менің ойымша бұның бәрі маған болашақта ұшақтың қалай құрастырылғанын, және де оны құрастыру қаншалықты қиын екенін, қалай жұмыс істейді, соның бәрі маған түсіндіреді. Ойлаймын, мүмкін бір университетке түсем, ақш-тағы әлде Европадағы. Сол жерде ұшқышқа үйреніп, Қазақстанға қайтып, мүмкін ұшақтарды айдайтын шығар. Мықты үлкен ұшақтар айдаймын деп ойлаймын, бірақ та мен үшін ең қызық ұшақтар ол ескі. Себебі ескілер менің ойымша ол ең қиын, және де мен үшін ол жерде мен ең көп ақпарат білімді аламын. Енді өткен ғасыр ғой. Сол өткен ғасыр мен үшін ол өте қызық, және де сол жердегі барлығын білгім келеді. Мен ұшудан шынымен де қорықпаймын. Себебі мен көп рет ұштым, және де білемін өзімді әрбір ситуация кезінде қалай өзімді ұстану керек. Сол үшін де ұшқыш болу үшін ол мен үшін қорқынышты емес. Ұшқыш ол біріншіден психикасы мықты адам, және де әрдайымда кез келген заттан қорықпайтын, артында отырған адам болсын, әлде заттар болсын да, солардың бәрін сақтау үшін барлық жолдарды қарастырып, қайсы ең тиімді соны қолдану керек. Менің ойымша, ұшқыш және де ғарышкер болғысы келетін кішкентай балаларға біріншіден сол практиканы көру керек.
ұшқыш болу қаншалықты қиын, әлде ғарышкер болу қаншалықты қиын екенін, және де қаншалықты оңай. Содан кейін ғана өздері шешіп көрсін, маған бұл оңай ма, қиын ба. Егер де қызығушылығы оянса, онда сол қызығушылығын дамыта беру керек.